Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? 2-3 метродан түсіп, мешіттерге келе жатырмыз. Қазір Айя София мешітіне барамыз. Одан кейін Голубая мешіт дейді. Біз қазір осындай көшеде келе жатырмыз. Бұл көшені алдыңғы блоктарда түсіргенмін сіздерге. Осы күнге дейін шалбар, кроссовка болып еді. Бүгін көйлек киіп алдық. Әрі бүгін жаңбыр тоқтап, кішкене болсын күн шығып, сәл де болсын жылып қалды. Таксилері. Сап-сар. Автобустар экипажный да бар, я? Қарасыздар, жанынан жүре береді. Қорқынышты бір жағынан. Солай жолдан өте береді. Өшелері тағар. Басқа ұлттарда жүр. Қыдырып. Қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. Аспанда. Айя София мешіті. Қазір кіреміз. Мына жерде очередпен кіреді бәрі. Одан кейін мынаны қараңыздар. Әдем болып тұрған көк Голубая мешіт. Бәріне барамыз берді. Қазір мына жақтан билет аламыз. Қанша екенін білмей тұрмыз, 15 мың или 23 мың. Мына жерден очередпен кіріп жатыр барлығы, қараңыздар. Адам көп. Қараңыздар, билет алу үшін қаншама адам очередте тұр. Қараңыздар, аспан қандай әдемі болып тұр. Картамен төлеймін. Бола ма? Кассаға келдік. Билет алдық, 900 лира екен. 900 лира, это 12.600 теңге дейді. Неке кіреді екенбіз. Мына жерден кіреді екенбіз. Билеттерін көрсетіңдер деді. Көрсеттік. Ал, бисмиллахи-рахмани-рахим. Кірейік. Ең әйгілі, танымал мешіттердің бірі ғой. Осылай тексеріп жатыр. Мына QR код тердік, осылай. Есік ашылды. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Қараңыздар, іштерін осылай. Қилы. Жүріп келе жатырмыз. Көтеріліп. Іші қараңыздар. Дай күшті. Вот. Төбесін қараңыздар, қандай биікте орналасқан, я? Қараңыздар. Үшінші этаждамыз ба? Екінші этаждамыз ба? Үшінші этаждамыз. Намаз оқып жатыр. Өте үлкен, кең екен. Күшті. Қараңыздар, күшті қандай. Астында намаз оқып, солай жасап жатыр. Туристер өте көп, қараңыздар. Әр түрлі ұлттар. Лестницаларын ағашпен жасап қойған екен. Қараңыздар. Әлі түсіп келе жатырмыз астына. Мына жер бірінші этажына келіп тұрмыз, бірақ жабық тұр. Мына кісілердің барлығы намаз оқуға кіріп бара жатыр. Мінекей. Орамалды осылай тағып алдық. Не, аяқ киімнің барлығы шешеді мына жерге. Сөйтіп барып кіреді.
мына Айя Софиядан шығып, енді мына жақта Голубая мешітке бара жатырмыз. Айя София бұрыннан салынған, бұрынғы ескі көнеден қалған мешіт екен. Бұрын церковь болған, потом мешітке айналған ба. Қараңыздар, қандай әдемі. Біз әлі сыртында жүрміз. Скамейкалары. Адам деген көп. Бірақ ішіне кіре алмайды екенбіз, ішінде реставрация болып жатыр екен. Мына жолмен қазір сыртқа алаңын көріп қайтайық бірге. Ауласына кірдік. Қараңыздар. Қандай күшті. Қандай күшті, қараңыздар. Әдемі, әппақ. Биік кіріп жатырмыз тепе-теңдіктің үстінде. Очередь. Қараңыздар, вау, күшті. Бәріміз кіруге асығып тұрмыз. Адам көп. Жаңа қыздар шарфымды ұстай тұрған ғой. Жоқ, таппай қалдық. Қайта қара шарфты, сумкамда қара шарф болып тағып алдық. Вау, күшті. Іші күшті екен. Қараңыздаршы. Қараңыздар достар, қандай күшті, иә. Аллаға сансыз шүкір осындай әдемілікті көрсеткеніне. Aspa'nın özü küçük Aspa'nın yanına. Yanına git, direkler gözükmesi var. Evet, çok güzel. Bana bakın. Gelin. Hemen işte. Otur. Otur. İşte işe. Adam болғандықтан біз кіре алмай Адам очередь көп болғандықтан мешітке кірмедік. Қараңыздар, сыртын қараңыздар. Күшті. Қараңыздар, қандай адам көп шығудың өзіне де. Ал кіру үшін намаз оқитын жеріне ар жақта очередте адамдар көп. Біз дәретханасына кіріп алдық қыздармен. Күшті екен, дәретханасының өзі қараңыздар, қандай әдемі. Әдемі жасалған. Стекло. Апай. Менің оқырмандарыма сәлем жолдап қойсам. Сәлем. Қандай очередь, мына жақтың бәрі очередь мешітке кіруге. Біз келесі жолы келеміз ау тағы да бір. Бүгін воскресенье демалыс күні ғой, барлығы сол жүрген сияқты. Қараңыздар, қандай сұлу, күшті болып тұр. Мына жақта қараңыздар. Жаңағы голубый. Жаңағы көк мешіт. Күшті, Аллаға сансыз шүкір. Не үшін адам көп десек, шетелдіктер көп. Өткені бізде балалар күніне 100 жыл екен. Бұл жақта. Соны тойлап жатыр екен. 23-не балалар күніне 100 жыл болғанына тойлайды екен. Мынандай бір заведениеге кіріп бара жатырмыз тамақ ішуге. Осы жерде тамақтанып шықтық. Чечевичный супчик. Енді ары қарай кетіп бара жатырмыз. Қараңыздар достар, адам деген қырғын жерде трамвай жүретін еді. Трамвайды уақытша тоқтата тұрыпты. Өйткені адамдар көп. Түріктер де, туристер де. 23 апрель күні балалар күні және ұлттық независимости, яғни тәуелсіздік күні болып тұр. Соған ертерек тойлай береді екен. Қараңыздар, қаншама адам. Қырғын адам. Біз жолай египетский базарға келе жатырмыз.
Мысыр шаршысы деп тұр. Мысыр шаршысы деп тұр, 1664. Египетке базарға келдік. Кіріш деп тұр, кіріш, entry. Вау, базарлары күшті екен. Кіреміз. Осы египетский базардың ішінен тәттілер алуға болады деп ұсынып жатыр бізге. Базарлары. Өтіп баратырмыз, адам деген көп, алдында көп еді, итак, одан да көп болып кетті ғана мейрамға байланысты. Осы жерден пахлава аламыз бұйыртса. Мынандай көріп тұрғандарыңыздай, осыны ыдыс жуат екен, мына бір нәрселермен. Ыдыс жуат екен, ыдыс. Өте тез жүріп жатырмын, асығып жатырмыз, басқа жерге баруымыз керек. На бетіне өттік. Неше түрлі нәрсе бар, ала бергің келеді, көре бергің келеді. Бірақ біз базарды да бір таңнан кешке аралауға болады, я Самал. Бірақ бізде уақыт жоқ. Басқа да жақтарды көргіміз келеді. Қазақстан дейді, бешбармақ дейді. Қымыз, я. Қазақстан бешбармақ қымыз дейді. Әдеге үйреніп алған ғой, туристер жүретін біледі. Біздің түрлерімізді ұқсаса болып, сөйтіп айтып жатыр қазақша. Шақырып жатыр ғой, зат ал деп ше. Қазақша сөйледі деп. Біз барып қалуымыз мүмкін ғой туристер. О деп. Алтындар арзан екен айтпақшы. Граммы 19 мың, 21 мың. Шықтық базардан, мына Мысыр шаршысынан. Енді суға келе жатырмыз, судың жанынан. Судың жағасына келе жатыр, уже иісі шығып. Теңіздің басқаша иісі болады. Балық екмек жетіп қоя алдында. Соның енді балық лаваше. Скумбрия лаваше, соны жейміз. Ол кішкене басқашалау болады екен. Дәмі барлығына танымал, сондай нәрсе екен. В общем, барлық хит болып жатқан нәрсе ғой. Балық аулап жатыр көбісі. Подземкадан өтіп, енді судың үст бетімен кетіп жатырмыз. Суды қараңыздар. Ана Султан Сулеймания мешіті. Бұйыртса барамыз. Жоқ, Айя София бұл. Мына Султан Сулеймания мешіті. Кемен ар жағында көрінбей қалды. Қатып тұр. Міне қой, мына кісіні іздеп келдік қой. Супер Марио деген. Известный кісі екен. Эмин Оста. Мына. Супер Марио, Эмин Оста деген. Осы кісінің қолынан, осы шеф-повардың қолынан қазір балық жейтін боламыз. Балық, лаваше. Заказ бердік. Балық дүрімға заказ бердік. Бәрі уже. Қараңыздар, теңіз қалай күшті көрінеді. Келді заказымыз. Лимон су ала біледі ме? Орел Решкадағы Настя Ивлееваның жеп ұсынған скумбрия лавашені жейін деп жатырмыз. Негізі донер сияқты дәмі. Жеп көрсей? Нанның дәмі күшті екен, алдына балық екмектен қарағанда. Екмек деген нанның ортасында балық қой, ешқандай соус жоқ. Дурум деген лаваш. Дурум деген лаваш екен. Балық дурум деп аталады екен. Маған қасына айтып отыр. Балық дурум деп аталады екен мына. Скумбрия лавашы. Көрінді, осы Настя Ивлееваның рекламасы бәрі. Дәмі күшті.
Артыңызда, алдыңызда. Осылар. Мынаны жеп көрейік шынымен де дәмді. Аты қалай да? Балық dur. Қараңыздар. Шынымен де күшті екен. Мына ішіндегі даже салаттарына дейін дәмді екен.